Ассалаумағалейкум, доктор Оразбек YouTube каналының оқырмандары. Қасиетті Рамазан айының оразасын аман-есен бастап, қиналмай өткізіп жатсыздар ма? Ниеттеріңіз, дұғаларыңыз қабыл болсын. Осы қасиетті Рамазан айының организміңізге зиян тигізбейтіндей, денсаулығыңызға одан да жақсы пайдасын беру үшін бүгін мен сіздермен медициналық кеңестермен бөліскім келіп тұр. Өйткені көптеген адамдарда былай айтқанда ораза ұстаған кезде қарын аштық, басының айналуы, ұйқысының келуі, әлсіздік, ашушаңдық, осындай белгілер байқалады. Бұл не үшін байқалады дейтін болсаңыздар, өйткені күнделікті организмға бізде түсіп отырды сырттан углеводтар, белоктар, майларда, ол біраз уақытқа тоқтады. Сол нәтижесінде организмға энергия былай айтқанда жеткіліксіз болып тұрған сияқты болады. Осындай кішігірім қиыншылықтарын болдырмау үшін мен бүгін сіздерге керемет былай айтқанда лайфхактар айтуға тырысамын. Каналыма жазылып қойыңыздар, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ораза айындағы біздің қиналуымызға себепші болатын ол күннің ысып кетуі. Өздеріңізге белгілі, біздің еліміздің оңтүстік аймақтарында күн көктемнің алғашқы күндерінің өзінде өте жоғары деңгейде қыздырады. Ол кезде не болады? Біздің организміміздағы су, яғни жидкость тері арқылы тер болып, ауыз тыныс алу жолдары арқылы пар болып шығып отырады. Осы нәтижесінде қан қоюланып қалады. Соның нәтижесінде адамда ұйқышылдық, басының айналуы, ашушаңдық белгілері байқалады. Осыны болдырмау үшін біз не істеуіміз керек? Ең бірінші орында жидкостьтің орнын қалпына келтіруіміз керек, яғни сұйықтықтың орнын. Ол үшін көп сұйықтық ішу керек. Енді осы жерде айтатын шығарсыздар, жұрттың бәрі телевизорда да көп су іш, газетеде де көп су іш, социальный сеттерде де суды көп іш дейді. Бірақ қанша су ішу керек деген сұрақ туындауы мүмкін. Өйткені бір адамның метаболизмі жоғары, басқа адамның метаболизмі төмен. Bir адам салмағы үлкен, бір адамның салмағы кіші да. Осыны есепке ала отыра, сонымен қоса ауаның температурасını, сонымен қоса оразаны есепке алып отыра, біздің медицинада мынандай ұғым бар, яғни адамның салмағын 40-қа көбейтіреміз. Сол нәтижесінде қанша литр су ішу керектігі белгілі болады. Ол қалай дейтін болсаңыздар, мысалы үшін сіз 75 килограмм болатын болсаңыздар, оны 40-қа көбейтсеңіз 3000 миллилитр шығады да. 3000 миллилитр ол 3 литр дегені. 3 литр организміңізге сізге сұйықтық керек, таза су, таза сұйықтық. Егер осыны сіз мөлшерінен ішіп отыратын болсаңыздар, күндіз күні мысалы үшін ауыз ашқанға дейін, ауыз жапқанға дейін, то есть күн барысында сіздер еш қиыншылық болмайды. Сонымен қоса күннің нұрынан, былай айтқанда қатты қыздыратын жерлерден сәл оқшаулану керек. Сонда сіздің организміңізге сұйықтық жиналады, қаныңыз қоюланып қалмайды, организміңіз еш қиналмайды. Сонымен қоса оны қалай ішу керек дейтін болсаңыздар, бір дегенде ішу керек емес, өйткені бір дегенде ішсеңіздер, организміңізде метаболизм жоғары болып, жидкость артық болған соң сразу туалетке барасыздар. Ал оны қалай ішу керек дейтін болсаңыздар, аз-аздан. Мысалы үшін, ауыз ашқан кезде 2 стакан, 1 сағаттан кейін тоже 1 стакан солай-солай ауыз жапқанға дейін, мысалы үшін, ауыз ашып тамақтанып сразу ұйықтап қалмайды ғой адам. Сол ұйықтағанға дейінгі процессте ішіп, сонымен қоса тұрғаннан кейін 2-3 стакандай ішіп жүрсе, былай айтқанда нұр үстінде нұр болады. Вообще организм қиналмайтын болады. Жалпы айтқанда энергия жеткіліксіздігі неден келіп шығады? Энергия жеткіліксіздігі біздің организмімізге сыртқы ортадан углеводтардың, майлардың, белоктардың аз мөлшерде түсіп жатқаннан, не болмаса түсетін уақытының ауысқаннан болады. Өйткені сіздер осы уақытқа дейін күндіз күні жеп отырдыңыздар, енді ол түнге ауысты да. Түнге ауысқан кезде, мысалы үшін күндіз күнге түсіп отыру керек болған зат түспей тұр. Соның есебінен болады. Ал жоғарыдағы айтылған суды қалай ішу керектігін реттейтін болсаңыздар, сіздің организміңізде қанның қоюланып қалуы болмайды, соның есебінен еш қиыншылықтарда болмайды. Сонымен қоса тағы бір кеңес, ауыз ашатын уақытта қою ауыр тамақтардан емес, жидкий тамақтардан, мысалы үшін сорпалардан бастаған жақсы. Сол кезде организміңіздің, яғни ас қорыту жүйелеріңізге ешқандай салмақ, ауырлық түспейді. Ауырлық түспегеннен кейін, бұл айтқанда қорытылуда проблема болмайтын болады. Қорытылу болмаған кезде сіздің энергияңызға да көп жұмсалмайтын болады. Өйткені білесіздер, тамақ қорытудың өзіне былай айтқанда өте көп энергия жұмсалады. Ал егер сіздер қою тамақтарын, ауыр тамақтардан, шашлыктардан біріншісіне шашлык, артынан тағы қою палау, сондай тамақтар жейтін болсаңыздар, сіздер
ораза уақытында салмақ тастаудың орнына былай айтқанда одан көп салмақ қосып аласыздар. Иә, әрине ораза ол салмақ тастау үшін емес, бірақ оразаның жақсы эффективті болғанын, адамның салмағы тасталғанын білуге болады. Не үшін салмақ тастайды дейтін болсаңыздар, организм былай айтқанда өзінің майларына ерітіп, соны біз энергия ретінде қолданып жүреді. Соның нәтижесінде білуге болады. Ал егер сіз көп тамақ жей беретін болсаңыз, салмағыңыз одан да қатты артып кетеді. Ол дұрыс емес әрине. Сонымен қоса, жаңа айтып өттік қой, ауыз ашқан кезде сұйық тамақтардан басталған болса, ал ауыз жабатын кезде ащы тамақтарды, желатина жемеген жақсы. Оған қандай тамақтар дейтін болсаңыз, сосын чеснок, кетчуп, майонез, перец қосылған тамақтар, желатина жемеген жақсы. Не үшін дейтін болсаңыздар, өйткені сіз сәресінде тамақтанып алдыңыздар, күндізге жететін энергия беретін тамақты жедіңіздер, сонымен қоса артынан чеснокты жедіңіздер да, ол өз кезегінде ұйқы безінен бөлінетін сұйықтықтарды, сонымен қоса өттен бөлінетін сұйықтықтарды жылдамдатып жібереді. Бұл айтқанда ас қорытуды өте жоғарылатып тастайды. Бұл деген сіз таңғы сағат 5-те ауыз жапқан болсаңыз, сағат 8-ге қарай уже сіздің қарныңыз ашып тұрады. Күн барысында өте қатты қиналып қаласыз аштықтан, былай айтқанда. Сол үшін таңертеңге қандай тамақтар жеген жақсы дейтін болсаңыздар, біздің организмімізге жизненно важный органдарға ең қажетті ол глюкоза. Ал глюкоза бізде углеводтардан түзіледі. Сондықтан ал углеводтар нан, сонымен қоса ұнды тағамдарда болады. Осы тағамдарды сіздер қолданатын болсаңыздар, тамақтанып алатын болсаңыздар, күн барысында энергияңыз эконом болып тұрады. Сонымен қоса қиналып та қалмайсыздар. Жоғарыда айтылған белгілер, яғни шаршағыштық, ұйқының келіп тұруы, энергияның болмауы, ондай белгілер сіздерде мүлдем күзетілмейді. Сонымен қоса, жастар арасында өте көп қойылатын сұрақтардың бірі ол ораза кезінде спортпен айналысуға бола ма? Әрине ол өзіңіздің таңдауыңыз, бірақ медицина тұрғысынан айтатын болсақ, спортпен айналысқан кезде организміңіз өте қатты жұмыс жасайды, өте ауыр салмақ түседі, сонымен қоса метаболизм өте қатты жоғарылап кетеді. Метаболизм жоғарылаған кезде сіздің былай айтқанда ас қорытуыңыз жылдамдайды, тері бөлініп шығуы жоғарылап кетеді, сұйықтықтың бәрі сыртқа шығып кетеді. Сонымен қоса энергияңыз жұмсалып кетеді. Соның нәтижесінде сіздің былай айтқанда қаныңыздың қойылауына алып келуі мүмкін. Ол өз кезегінде шаршағыштыққа алып келеді, ал энергияның жоқтығы былай айтқанда қарын аштыққа алып келеді, ал қарын аштық адамның ашушаңдығына алып келеді. Сол үшін спортпен барынша аз айналыстыру керек, не болмаса кешке қарай айналысқан более эффективный болады. Сіздермен бөліскім келген кішігірім ақпараттар осы. Менің каналыма жазылып қойыңыздар. Сонымен қоса сұйықтықты тағамдарды дұрыс қолданып, оразаларыңызды аман есен аяқтап алыңыздар, еш қиыншылық болмасын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Каналыма жазылып, видеоны достарыңызбен, яғни пайдасы тиеді деген адамдармен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар.